Қайырлы күн достар, сіздермен Ұлжанай, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен фрикадельки мен паста дайындап үйренетін боламыз. Өте дәмді және де сочный шығатын тағам, міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Ол үшін қажетті заттардың барлығы төменде описаниеде толығымен көрсетілген. Енді тағамды дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге үккіш қажет. Осы үккіштен бір жуаны өткізіп аламыз. Немесе сізде блендер болса, сонымен жуаны езіп алсаңыз болады. Содан соң оның осылай суы артылып шығады, соны төгіп тастаймыз. Кейін оған панировочный сухариді қосып, екеуін езгілеп тұрып жақсылап араластырамыз. Содан кейін оған фаршты қосамыз, және де дәміне қарай тұз бен бұрыш саламыз, және де бір жұмыртқаны қосып, барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Мінекей фаршымыз араласып дайын болды. Енді соны орналастыратын форманы дайындаймыз. Ол үшін мен осындай газдың қара формасын алдым. Жабысып қалмас үшін оған сұйық май жағып дайындап қоямыз. Егер де фаршыңыз сұйықтау болып, формасын дұрыс ұстамайтын болса, онда оған осылай көз мөлшерімен азғантай ұн қосып, араластырып алсаңыз болады. Содан кейін барып фрикаделькидің формасына, яғни дөңгелек етіп, осылай барлығын жасап аламыз және де формаға орналастырамыз. Егер де қолыңызға жабысыңқырап, жұмыс жасау ыңғайсыз тудырып жатса, онда қолыңызды сулап жасап тұрсаңыз болады. Сулаған кезде оны дөңгелектеу оңайлау болады. Достар, сіздерге айта кеткім келеді, менің инстаграм парақшама да тіркеліп қойыңыз. Ұлжанай деп іздесеңіз таба аласыз, ол жақта да өте қызықты. Мінекей дәл осылай барлық фрикаделькиді дайындап аламыз. Осы 300 грамм фарштан 12-13 штук фрикадельки шығады. Содан кейін оны формаға салып, 180 градус қысып тұрған пеште 20-25 минут бойы пісуге жібереміз. Оған дейін пастасын пісіреміз. Пастаны пісіру үшін қайнаған тұзды суға осылай өзіңіздің сүйікті пастаңызды орналастырамыз. 1-2 минуттан соң пастаның формасы жұмсарған кезде оны осылай суға батырамыз да 10 минут орташа отта пісіреміз. Оған дейін біз осы подливкасын дайындаймыз. Ол үшін қызып тұрған табаға сары май саламыз. Сары майдың орнына кәдімгі күнбағыс майын да қолдансаңыз болады. Сол май қызғаннан кейін оған ұсақталып туралған жуан салып, оны қызартып шыжғырамыз. Содан кейін сарымсақты салып, оны да бір қуырып аламыз. Содан соң томат пастасын және де өзіңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыз болады. Мен орегано, паприка және де қара бұрышты қостым, және де барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Асты баяу отта тұра берсе болады. Содан кейін оған дәміне қарай тұз саламыз және де қайнаған ыстық су құйып, оның бетін жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Оған дейін біздің пастамыз да пісіп дайын тұр. Енді оның ыстық суын төгіп тастауымыз қажет. Және де оны осылай өзін қоямыз. Пастамыз дәл осылай пісуі қажет. Пештегі фрикадельки де пісіп дайын болды. Енді оларды жаңағы подливаның үстіне орналастырамыз. Подлива осылай 10 минут бойы суы қайнайды. Содан кейін сол қайнап жатқан үстіне барлық фрикаделькиді салып шығамыз. Содан соң оның бетін жабамыз да тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Баяу отқа қойсаңыз болады. 10 минут өткеннен кейін жаңағы дайын тұрған пастаны үстіне саламыз және де барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Суын өзіңіздің қалауыңызша азайтып немесе көбейтіп салсаңыз болады. Маған осындай шамалы суылау болған ұнады. Содан соң бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. 5 минуттан кейін оны өзіңіздің қалауыңызша ас көктермен әрлеп дастарханға салып берсеңіз болады. Сіздерге видеом ұнады және түсінікті деген ойдамын. Міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Ауызашарға дайындасаңыз өте жеңіл әрі тойымды, дәмді тағам. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, әлі де көп видео рецепттер болады. Рахмет!